Zion Family. Көзайым сиқырлы әлем туралы кітап оқып жатыр. Кенеттен ол қалың ұйқыға кетті. Көзайым ұйықтап жатқанда кенеттен үйдің ішінен белгісіз бір құпия портал ашылды. Көзайым тек қана киноларда ғана көретін таңғажайып сиқырлы әлемге тап болды. Какая красота! Ол айналасының бәріне қызығып, бұл әлемнің көзайым деп аталатынын білді. Ол ақырын ғана суды ұстап көріп еді. Мәссаған ғажап, су көзайымды тыңдайтын сияқты. Судың жанынан кеткен соң көзайым тіке жүріп отырып бір храмға тап болды. Бұл храмның ішінде белгісіз бір тасты ұстап қалған еді. Кенеттен алып от айдаһар пайда болды. Бірақ алып от айдаһарды көзайым өз қолымен басқара алатынын түсінді. Қорыққаннан не істерін білмей көзайым храмнан қашып кетті. Ол өзінің мына қабілеттерінен шошып, алдында тұрған тауға қарай шыға берді. Кенеттен алып жел тұрып көзайымға жүруге мүмкіндік бермеді. Бұл ауа стихиясы еді. Көзайым енді 4 стихияны да, жер, от, су, ауаны да басқарды. Дәл сол сәтте көзайымның терісі көкшілденіп, ол нағыз аватарға айналып, бір үңгірдің ішіне қорқып кіріп кеткен еді. Кенет үңгірдің ішінен «Аа!» деп аю шыққан кезде көзайым, қараңдар, көзайым от стихиясын басқарып тұр. Көзайым аватардың қасиетін меңгерді. Достар, қараңдар, бұл көзайымның екінші су стихиясы. Сөйтсек, бұның бәрі көзайымның түсі екен. Көзайым ұйықтап жатып аватарға айналып кеткен екен ғой. Нужно туши вот это. Мама! Көзайым не болды? Вот это. Портал ашылды ма? Да. Қорқып кеттің ба не? Да. Ой, жан, қорықпа, бұл жай ғана түс болған ғой. Ой, жаным. Бүгінгі саған аватар әлемі ұнады ма? Да. Қайтадан аватар әлеміне барғың келе ма? Да. Ол жерде неше түрлі қызық, сен ол жерде су стихиясын, от стихиясын, ауа стихиясын басқардың ба? Да. Во! Достар, егер бүгінгі біздің көзайым аватар әлемінде видеосы ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып кетіңіздерші. Бізді қолдап подписация батырмасын басып, комментарий жазып кетіңіздерші. Достар, келесіде қандай видео түсіретімізді идея ретінде жазып кетсеңіздер, біз оны міндетті түрде түсіретін боламыз, я? Көзайым не дейміз достарға?